Құрметті АК-79 каналының көрермендері, ешкімге ешкім қарайламайтын балапан басымен тұрымтай тұсымен кеткен мына заманда қымбат уақытын бөліп, қазақтың түп тарихын қаузау, оны жарқыратып ұрпақтар санасына сіңіру бұл барып тұрған көргенділік дер едім. Өткен шақсыз елде адам да болмайды. Біз бұрын соңды өз тарихымызды өзіміз айта алмай кібіртіктеген халықпыз. Барымызды тысқа шығара алмай ішіміз қайнаған халықпыз. Тарихи жадымыздың көгеніне бұршақ түйе алмай арманда кеткен халықпыз. Соның арқасында рухани жұтаңдыққа ұшырадық. Өзіміздің кім екендігімізді білмейтін халге жеттік. Ақсақалымызды жоғалттық, барымыздан айырылдық, арымызды таптаттық. Тіпті бірімізге біріміз туыс бауыр емес жау болдық, жатқа күлкі болдық. Неге сол қазақ отбасының отбасылық дастархан басында отырып айтатын келелі әңгімесі де кестелі ойы, өткені мен кеткені болашағы қалмапты. Қазақ аспаннан түсіпті. Қазақта отан, жер, су дегендер о бастан жоқ екен. Осыған да сендік, сендіруге тырыстық. Қолымыздағының бәрі у татиды. Қараңғылыққа оңбай сүңгіппіз. Құлағымыз керең, көзіміз көр. Оның несін жасырамыз. Дегенмен қазақ қаны аса сапалы қан. Мұны әлем мойындады. Қазақ қанының есте сақтау қабілеті, сана сезімі, іскерлігі, рухани жады өте күшті болып шықты. Соның арқасында соңғы кездері өшкеніміз жанып, өлгеніміз тіріліп жатыр. Қазақ жалтақтаудан арылып келеді. Қазақ шындықты тұмарлай бастады. Қазақ азғындыққа, сатқындыққа тойды. Қазақ өтіріктер өтіріп кеткен қазақты іздеп жүр. Қазақ өз отбасына жайғасып отырып, ұрпағына айтатын өз болмысын іздеп жүр, тауып та жүр. Біз қазақтар соңғы кездері ақпараттық желіде пайда болған АК-79 каналының блогері, Қазақстан білім саласының құрметті қызметкері, қарапайым колледж ұстазы Асланбек Қаңсарбаевқа жалпы түркі қазақ тарихының шындығын шым-шымдап жандандырып келе жатқандығы үшін азаматтық үлкен рахмет айтуымыз керек. Тарихи көне жәдігерлерге архивке тіл бітіру оңай іс емес. Бұл солған гүлге су құйғаннан да қасиетті қызмет, киелі ақпарат. Алтынның сынығын бағалау бізге міндет, көпке үлгі дегім келеді. Барымызды осылай оятайық, жоғымызды осылай түгелдейік. Іске сәт бауырым. Алғыс айтушы Оралбек Бекболат.